Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қаз айналдырамыз. Неге қабырғасынан ажыраған еттеріміздің барлығын әдемілеп тұздаймыз. Барлық жеріне толық сіңу керек, және майлы жерлерін кішкене қолымызбен аша отырып, толықтай сіңу үшін осылай барлығына сеуіп аламыз. Және біз қазымызды тұзы сіңіп әдемі болып тұру үшін бір күнге қалдыратын боламыз. Ішегімізді алдын ала тазалап аламыз. Жақсылап шайып, жуып, ішін айналдырып, сыртына барлығына жақсылап тазалап, және тұзды сумен жуып аламыз. Содан соң осылай бір орташа көлемді пиязды алып, болмаса картопты алып, осылай қазыға ішектің ішіне салып жүргізіп шығамыз. Бұл сіздердің қазыларыңыздың оңай жылжуына көмектеседі. Және осылай қарабұрышты сеуіп, қолымызбен сипап жаға отырып аламыз. Сіз сарымсақ пайдалансаңыз да болады. Мен тек қарабұрышпен тұзға сіңген қазымызды салатын боламын. Мінекей, ішекке осылай әдемілеп май мен етті бірдей жүргіземіз. Себебі майдың өзі қалып қойса, ол салынбай қалуы мүмкін. Және жылжымай, тіпті қазының ішіне, ішектің ішіне салынуы қиын болады. Сол себепті майы көп жерді кішкене алып, етті бар жерге қоса бірге жылжытып саласыз. Сонда сіздің қазыңыз өте әдемі, тураған кезде де әдемі көрінетін болады. Енді осылай ішегіміздің жиегін осындай таяқшамен, яғни зубочистканың көмегімен осылай тіккен сияқты қылып бекітіп аламыз. Яғни біз ішегімізді жауып аламыз. Содан соң кішкене қазымызды итеріп орташа тығыздаймыз. Содан соң кез келген жіппен, сізде қалың жіп болмаса, осындай жіңішке жіпті 3-4 қабаттап қалың қылып аласыз. Содан соң қатты тарта отырып, байлап тығыздаймыз. Осылай байлап аламыз. Біз қазыны өте қатты тығыздамаймыз. Себебі қайнаған кезде жарылып кетуі мүмкін. Қатты жұмсақ қылмайсыз да. Ол сіздің піскен кезде, тураған кезіңізде әдемі көрінбеуі мүмкін. Сол себепті осылай орташа қылып тығыздайсыз. Өзіңіз бір-бір қолыңызбен баса отырып көресіз. Мінекей, мен екінші жағында осылай жауып алдым, және дәл солай бұны да байлап аламын. Мінекей, бізде бірінші қазы дайын болды. Енді екінші қазымызды жасайтын боламыз. Бұны да дәл солай тұзын мен қарабұрышын сеуіп қойған болатынмын. Осылай ішекке салатын боламыз. Және бір ет, бір май қылып, өзіңіз алдын ала кесіп, дайындап қойсаңыз да болады. Турағанда әдемі көріну үшін. Менің екінші ішегім кішкене жіңішкелеу. Сол себепті осылай кішкене салынуы қиын болып жатыр. Мінекей, осындай картоптың, пияздың көмегімен мен ішегімді осылай 2-3 рет жүргізіп алдым. Сонда сіздердің еттеріңіз, қазыларыңыз оңай салынады. Мінекей, бұны да осылай тығыздаймын. Бұны да дәл сондай реттілікпен байлап дайындап аламын. Енді артық ішегін осылай алып тастаймын. Және осы шектеріндегі үшкір бастарын қиып алып тастаймыз. Ол міндетті түрде. Себебі қайнатқан кезде қазыңызға кіріп жарылып кетуі мүмкін.
сол себепті осылай пышақтың көмегімен алып тастаймыз. Мінекей бізде қазылар дайын болды, өте әдемі болып шығады. Бір күнге суын сарықтырып қоямыз. Содан соң сақтап қатырып алсаңыз да болады. Өте әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен Фариза.